Мен визуализацияға сенемін. Мен дәрігер ортодонтпын. Бүкіл емнің басында фиксация брекет системаны жасау барысында мен міндетті түрде пациенттің менен әдемі күлкімен, түзу тістерімен кетіп бара жатқан моментін әрқашанда көзіммен елестетемін. Ол пациент екеуміз қалай құшақтасып, қалай әдемі тістері күшті болып, результатқа жетіп, екеуміз риза болып тұрған картинаны көзімде елестетемін де, бісміллә деп соны жұмысты бастаймын. Алайда жоқ, мен деген тек қана визуализацияның құдіреті деп қана күтіп отырмаймын. Әрине, мен өзімнің жұмысымды өз жағымнан қолымнан не келеді, барлығын жасаймын. Диагностикасын, 3D-сын, барлығын тексеріп барып, өзімнің ортодонтиядағы білімімді жетілдіріп, бұл пациентке барлық максимумымды жасаймын. Алайда да психосоматика деген туралы да ұмытпау керек. Себебі адамның настрой дейді ғой, қандай ниеті бар, қандай көңіл күймен келеді, оның барлығы да бүкіл организмге қатты әсер беретінін көзім жетті. Сол жерде ең бастысы визуализация плюс өте жақсы сапа. Дәрігердің опыты, соның барлығы бірден сондай бүкіл жақсы результатқа жетіп, нәтиже көріп пациентпен барлығы жақсы болады деген осындай өзімнің сенімім бар. Сондықтан не жасасаңызда да жақсы ниетпен, жақсы настроймен, позитивті ойлармен бастауларыңызға кеңес беремін.